Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен күріштен керемет бір подлив жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қызып тұрған майға күрішімізді сабаламыз, араластырамыз. Бөлек ыдысқа суымызды қайнатып қоямыз. Қазір осы күріштің үстіне құятын кезде қайнап тұрған су болуы міндетті. Үстінен суымызды құйып, бір чайный ложка тұзымызды салып, бетін жауып қоямыз. Енді біздің подливімізге келетін болсақ, қызып тұрған майымызға пиязымызды салып араластырып аламыз. Үстінен етімізді салып араластырамыз. Бетін жауып тындырып қоямыз. Бір бұрқ еткізгенде үстінен сәбізімізді саламыз. Қара бұрышымыз бен тұзымызды саламыз үстіне. 3 ас қасық немесе 2 ас қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Суды құймастан бұрын бірінші ұнды сабаламыз. Үстінен су құямыз да, бетін жауып тындырып қоямыз. Бізде тамағымыз пісті, ас болсын. Жасап көруге кеңес беремін.